Сәлем қыздар, бүгін біз қолдың нанын, яғни үй нанын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы су қажет болады. Жылы суымызға қантымызды, тұзымызды және де дрожжымызды салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң, аз-аздан ұнымызды салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қыздар, осылай жұмсақ қып қамыр илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге дайын болғанша орап қоямыз. Міне қыздар, біздің қамырымыз дайын болды, көтерілді. Енді осы қамырымызды екі бөлікке бөліп жасап аламыз. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Және де табаға жасаймыз. Табаға жасаған соң 10-15 минутқа тағы да жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілу үшін. Міне қыздар, біздің қамырымыз көтерілді. Енді қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Жасап алған соң 200 градуста қызып тұрған пешке салып, нанымызды пісіріп аламыз. Міне қыздар, нанымыз дайын, ас болсын.